Президенттік кезектен тыс сайлауына келіп жеттік. Және бұл сайлауда 6 үміткер берілген. Соның бірін таңдап өз сайлауымды бердім. Және де осы өзім таңдаған үміткерім президент болып, елімізге осындай қойған мақсатына жетіп, еліміз дамып, қазақ елі дамып, қазақ спорты дамып, оның ішінде ұлттық спортымыз дамып, осындай кең деген мақсатымызға жетіп, зайырлы мемлекет, ең деген 20 мемлекеттің қарамында дамыған мемлекет қатарына кіруге тілектеспіз. Және өзім борышым деп санаймын осыны. Әр қазақтың борышы осы сайлауға келіп, сайлау осындай учаскелеріне келіп, таңдауын жасау әр парыз. Өйткені біздің президенттік сайлау ол халықтан тұрады. Біз халық болмасақ, президент қайдан болады? Сондықтан әр осындай сайлауларға немұрайлы қарамай, әр қазақ келіп, өз таңдауын білдіру керек. Себебі біз сырттан жүріп, айғайлай бермей, осы жерден іспен де көрсете білуіміз керек деп санаймын. Сондықтан өзім келіп, осындай бүгін арнайы келіп, отбасымызға келіп, шешем мен анаммен келіп, осы таңдауымды жасап жатырмын. Және де осы келешек ұрпағымызға бір ауыздан басшылықтарымызға бағынып, және де осы дамуына әр қазақ өз үлес қоссын деп санаймын.